Баршаңызға сәлем, мен бүгін сіздермен өте дәмді әрі тез дайындалатын көксей тағамының рецептісімен бөлісетін боламын. Ең алдымен ыдысымызға суымызды құйып, етімізді, сарымсағымызды, пиязымызды және де азырақ тұзымызды салып газға қоямыз. Менде тұздалған ет болғандықтан тұз салмадым. Етіміз қайнағаннан кейін көбігін сүзіп аламыз да газымызды баяулатып, 1,5 сағатқа етіміз піскенге дейін газда қалдырамыз. Сосын ыдысымызға жұмыртқамызды салып алып, азырақ тұзымызды және де сұйық майымызды құйып, жақсылап араластырамыз. Табамызды газға қойып, жақсылап майлап аламыз да, ішіне жұмыртқамыздың азырақ бөлігін құйып, блини сияқты жұқа етіп жайып шығамыз. Сосын екі жағын қызартып пісіріп аламыз. Лапшамызды пісіріп алу үшін тағы да бір ыдысымызға суымызды, тұзымызды салып газға қойып қайнатамыз. Суымыз қайнағанға дейін ішіне салатын салмасын дайындап аламыз. Осылай жұмыртқаларымызды орап алып, ұзынша етіп турап шығамыз. Сосын көк пиязымызды да осылай видеодағыдай етіп, жіңішке етіп турап шығамыз. Қиярымызды да видеодағыдай етіп, жіңішке етіп турап шығамыз. Сосын үстіне тұз сеуіп, 10-15 минутқа суы шыққанға дейін қалдыратын боламыз. Помидорымызды да жіңішке етіп турап шығамыз. Қиярымыздан шыққан суды төгіп аламыз да, ішіне помидорымызды салып, соя тұздығын құйып, жақсылап араластырып, салат жасаймыз. Піскен етімізді де ұзынша етіп турап аламыз. Суымыз қайнады, енді лапшамызды пісіретін боламыз. Мен осындай чим-чим дейтін көксейдің арнайы лапшасын пісірдім. Сіздер кәдімгі спагеттиді де пісірсеңіздер болады, ол өз қалауларыңыз бойынша. Лапша піскеннен кейін суын төгіп, жабысып қалмау үшін азырақ сұйық май құйып араластырамыз. Етіміздің піскен сорпасына соя тұзын құйып араластырамыз. Осымен біздің сорпамыз дайын. Енді кесемізге лапшамызды саламыз. Сосын жұмыртқамызды, көк пиязымызды, етімізді және де жаңа жасаған салатымызды салып, үстіне сорпамызды құямыз. Осымен біздің көксей тамағымыз дайын, жасап көріңіздер. Барлықтарыңызға жасауға кеңес беремін. Өте дәмді, керемет шығады. Барлықтарыңызға ас болсын.